Баршаңызға сәлем, есімім Аяулым. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерге ауылдың нанынан аумайтын үлпілдек дәл осындай сары нанның жасалу жолын көрсететін боламын. Бұл нанның ерекшелігі сүт, май, жұмыртқа мүлдем қосылмайды. Үйдегі керек заттар бар заттарыңызбен жасасаңыздар болады. Ол үшін бізге табамызға жылы суымызды құямыз. Жылы болулары керек суларыңыз. Осының үстінен сапалы ашытқымызды саламыз. Осылардың үстінен 2 ас қасық қантымызды саламыз. Және де 1 ас қасық тұзымызды салып, жақсылап барлығы ерігенше араластырып аламыз. Осылардың үстінен електен өткізілген ұнымызды салып, қатты қылмай тестамызды илеп алатын боламыз. Нанымызды илеп аламыз. Дәл осы видеодағыдай үстінен сәл ғана майымызды құйып, жақсылап еріғанша ектіріп аламыз. Майлары сіңгенге дейін осылайынан бетін жауып, 1 немесе 1,5 сағатқа жылы жерге нанымыз көтерілгенше қоямыз. Дәл осылай нанымыз көтерілгеннен кейін үстін басып, табамызға дөңгелек етіп, егін қандырып жайып аламыз. Осының үстін тағы да 15 минутқа көтерілгенше қалдырамыз, бетін жауып. 15 минут өткеннен кейін бетін ашып, дәл осы видеодағыдай узорларыңызды жасап шығасыздар. Дәл осы видеодағыдай узорларыңызды әдемі етіп жасап шығасыздар. Және осының үстіне өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жұмыртқаның сарысын жағып, үстіне күнжіттарыңызды сеуіп, 200 градуста 20-25 минут пісіріп аласыздар. Мінеки біздің сап-сары мамықтай нанымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркелуді ұмытпаңыздар. Дәл осы ыстық күйінше майды жағып қойсаңыздар, үсті жылтырап, әдемі болып шығатын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Аяулым. Каналыма тіркеліп алыңыздар.